Бұл қателіктер IELTS ұпайыңызды төмендетуі мүмкін. Бүгін мен сізге IELTS тестінде writing секциясында жазбаша бөлімінде ең жиі кездесетін 4 қателікті көрсетемін. Және оларды қалай болдырмау керектігін айтамын. Менің есімім Сүмбіле және мен IELTS-қа 7 жылдан астам уақыт бойы дайындап келемін. Қазіргі видеода айтылатын қателіктерді кандидаттар өте жиі жібереді. Егер бұл видеода айтылатын қателіктерді болдырмасаңыз, онда жазбаша бөлімінен 7 балдан астам балды ала аласыз. Ең бірінші жиі кездесетін қателік. Сөздердің орынсыз қолданылуы. Қандай жағдайда біз орынсыз сөздерді қолданамыз? Эссе жазу барысында бір сөзді қайталай бермес үшін біз синонимдарын қолдануымыз керек. Және ол сөздің бірнеше синонимдары болуы мүмкін. Арнайы бір контекстке сол сөздің барлық синонимдары сәйкес келе бермейді. Мысалы, people сөзін қайта-қайта people деп жаза бермес үшін студент синонимдардың тізімін қарады және folk сөзін көрді, соны сөйлемде пайдаланды. Many folk believe that environmental protection is the government's responsibility. Мұндағы folk сөзі people сөзінің синонимі болғанымен де бұл контекстке стиль жағынан сәйкес келмейді. Folk ауызекі тілде қолдануға болады, ол адамдар, халық дегенді білдіреді. Бірақ ол academic, эссе, IELTS стиліне сәйкес келмейді. Оның орнына individuals деп пайдалансақ болады. Басқа мысал, many adolescents struggle to find stable jobs after graduation. Оқу бітіргеннен кейін адамдар жұмыс табуға қиналады. Мұнда adolescents деген ол 19 жасқа дейінгі балалар, 10 мен 19 жас аралығындағы тинейджерлар, подростки. Ал 10 жас аралығындағы балалар оқу бітіргеннен кейін жұмыс іздеу деген категорияға сай келмейді, себебі бала, әлі 18 жастан аспаған. Сондықтан онда adolescents деген сөз мағынасы бойынша сәйкес келмейді. Many young people десек болады. Сонда сөздердің синонимін іздестірген кезде сол контекстке сай келетін тіркестерді сөздерді іздеу керек. Бұл мысалдар менде IELTS курсқа қатысқан студенттерімнің жазған эссесіндегі қателіктер. Тағы мысал қарастырайық. Social media addiction has demolished family relationships as people spend less time interacting face to face. Demolish деп студент мұнда бұзу деген мағынада қолданған. Негізі demolish, бұзу деп аударылады. Бірақ ол отбасы қарым-қатынасты бұзады деген контекстке сәйкес келмейді. Demolish сөзі ғимаратты бұзу дегенге келеді. Мұнда қарым-қатынасты бұзу десек, онда destroy сөзі орындырақ. Және тым күрделендіріп жіберуге де болмайды сөйлемдерді, сөздерді. Мысалы, the proliferation of urbanization has engendered a plethora of ramifications that are detrimental to the ecosystem. Тым күрделі олай да болмайды. Бұлай жасақ әлде қайда орындырақ. Urbanization has caused many problems for the environment. Сонда бұл бірінші қателікті қорытындылай келе не айтуға болады? Күрделі сөздер қолданғыңыз келсе, күрделі тіркес немесе синонимдерін қолданғыңыз келетін болса, онда сол контекстке сәйкес келетінін, сол контекстке орынды екендігіне 100% сенімді болғанда ғана қолдану қажет. Кез келген синонимдарды ол мына сөз күрделі екен, ол бұл C1-C2 деңгейіне жататын сөз екен деп жайдан-жай қолдана беруге болмайды. Егер қате болатын болса, яғни олар тілде бірге жүретін тіркестер болмаса, онда ол қате болып есептеледі, стиль бойынша және мағынасы бойынша сөйтіп балға әсер етуі мүмкін. Бірақ дайындық барысында мен студенттеріме әрқашан айтам, эксперимент жасай берсеңіздер болады, әртүрлі сөздерді қолданып көріңіздер, білетін тіркестеріңізді мен тексерем және айтам, бұл сөз орынды ма, әлде орынды емес пе. Ал нағыз тестте олай эксперимент жасап қажет емес. Өзіңіз 100% сенімді болған сөздерді ғана қолданыңыз. Қате жазып балды жоғалтып алғаннан гөрі қатесіз жазған әлде қайда дұрысырақ. Келесі ең жиі кездесетін қате quantity over quality. Қазір ол не екенін түсіндіріп айтам, ол қатені мен өзім де дайындық барысында жібердім. IELTS эссе типтері өте көп, артықшылығын кемшілігін айту, проблема және оның шешімдері, себептері және шешімдері, пікір, тағысын тағы. Мен өзім дайындалғанда 2016 жылы курсқа барып дайындалдым және writing бөлімі маған ең қиын бөлім болды. Өйткені мен тіл сабақтарын қатты ұнатпайтынмын, маған шығарма жазу өте қиын болатын, эссе жазу қиын болатын. Физика, математика, химияға, формулаға ғана үйреніп қалғам және эсседен де сондай бір формуланы қажет еттім. 250 сөзді толтыру үшін мен идеяларды көбірек жаздым. Мысалы, артықшылықтар мен кемшіліктері болса, мынандай артықшылығы бар, осындай, мынандай 5-ші артықшылығы бар деген сияқты. Бірақ кейін өз бетімен тағы үйреніп зерттеп қараған кезде мен
білдім, IELTS эссенің өзінің құрылымы бар екен, арнайы формуласы бар екен. Әрбір абзацтың өзінің қызметі, әрбір абзацтағы әрбір сөйлемнің өзінің функциясы бар екенін. Және соны білгеннен кейін эссе жазу әлде қайда жеңілденді. Себебі әр сөйлемде не жазатынын білетін болсаң, 250 сөз қиналмай-ақ толып қалады. Мұнда көп идея керек емес екен, керегі сол идеяларды жақсылап дамыту. Жалпы, егер артықшылық кемшілік болатын болса, advantages and disadvantages. Екі артықшылық, екі кемшілік жетеді, басқа керек емес. Problem solutions. Problem екеу жетеді, solution екеу жетеді. Маған жаңадан келген студенттерімде осы қателіктерді де жиі байқаймын. Яғни идеяларды көп жазады, бірақ тақырып дамытылмайды. Біз курста құрылым бойынша үйренеміз, қалай жазу, әрбір сөйлемде не жазу керек, сосын эссе әдемі түзеледі, әдемі қалыпқа келеді. Quality over quantity болады сонда, сапасы жақсырақ сандарына қарағанда. Үшінші ең жиі кездесетін қателік. Бұл қателікті мен әсіресе басқа курстарға қатысып келген, немесе өз бетімен дайындалған студенттерден байқадым. Ол студенттердің жазған эсселерінен байқайтыным шаблон сөйлемдерді қолдану. Сөйлем, жаттанды сөйлем, ол сөйлемдегі бір сөзді алмастырып әртүрлі орын. Мысалы, кіріспе абзацтың екінші сөйлем ретінде there are both advantages and disadvantages to technology. Бұл жалпылама, нақтылық жоқ. Дәл осы сөйлемдегі technology деген сөздің орнына public transportation немесе басқа да бір сөзді қоя салатын болсақ, онда келе беретін универсалды сөйлем, яғни шаблон сөйлем. Оның өзінің жекелей бір ерекшелігі жоқ. Ондай сөйлемдерді writing task 1-да да бар, overview абзацы жазған кезде және эссе жазған кезде де сондай жиі кездесетін шаблондар бар. Жазып жаза саласың, тек сөздердің орнына ауыстыра саласың. Бірақ ол бағаны қатты төмендетеді. Егер мақсат 5 балл, 5,5 балл алу болса, онда шаблон сөздерді пайдалануға болады. Сөздік қор аз болатын болса, онда ондай шаблон сөздер көмектеседі. Бірақ мақсат қойған балл 6,5, 7, 7,5 одан жоғары балл болатын болса, онда басқаша approach, басқа подход жасау керек. Жаңа айтқандай, әрбір сөйлемнің өзінің қызметі бар. Сол сөйлемнің қызметіне сәйкес сөйлемдерді құрастырып жазатын болсақ, онда сөйлемдеріңіз уникальный, ерекше болады. Өзінің мағынасы бар, өзінің салмағы бар сөйлемдер болады. Артық сөйлемдерде керек емес. Кейде жай ешқандай салмақ жоқ, ешқандай мағына жоқ сөйлемдер бар, жай ғана сөздердің санын көбейтіп тұратын. Ондай сөйлемдерде қажет емес. Соңғы қателік және өкінішке орай ең жиі кездесетін қателік ол тақырыптан ауытқу. Тапсырма қиын емес сияқты. Оқисың және сол тақырыпқа жауап беру керек. 1-2 сөйлемнен тұратын ғана тапсырма. Бірақ жазу барысында оңай тақырыптан ауытқып кетуге болады. Мысалы, қоғамдық көліктің артықшылығы мен кемшіліктерін жазу қажет болса, жазып келе жатасың, артықшылығы осындай. Ал деймізде жеке көліктермен салыстырып жібереміз қоғамдық көлікті, сосын жеке көліктің артықшылықтарына кетеміз. Жеке көліктің артықшылығы мынандай, осындай жеке көлік. Сұрақта қоғамдық көлік. Жеке көлікпен салыстыруға болады, бірақ оған ары қарай тереңдеп кетіп, оның артықшылықтарын айтып кетіп, тақырыптан алшақтауға болмайды. Немесе үлкен қаладағы жолдағы кептелістер қандай мәселе туындатады және оның шешімдері қандай деген тапсырма болатын болса, эссеге үлкен қалаға көп адамдардың көшіп келуінен және халық санының өсуінен жол кептелісі туындайды және қаланың инфрақұрылымы дұрыс болмағандықтан деп жазатын болсақ, біз онда себебіне көшіп кеттік. Яғни жол кептелісі неден туындады? Жол кептелісі жаңағыдай халық санының өсуінен, инфраструктураның дұрыс болмауынан. Бірақ тапсырмада берілген жол кептелісі қандай мәселелерді тудырады? What problems does this cause? Ол қандай мәселе туындырады? Демек, біз онда айтуымыз керек, біз жаңағыдай көмірқышқыл газының бөлінуінен қоршаған ортаға әсер етеді, және адамдарда стресс туғызады, көлікте отырған, кептелісте тұрған адамдарға стресс тудыруы мүмкін. Мұнда салдарын жазамыз. Сонда тапсырма қарапайым берілуі мүмкін, бірақ жазу барысында бұрылып кету оңай. Оны болдырмас үшін жақсылап жоспарлау керек. Жазбас бұрын 4-5 минут уақытты арнайы жоспарлауға бөлу керек. Сосын сол жоспар бойынша жазу керек, одан ауытқып кетпей. Өйткені менде дайындалып жүрген студенттер бар, сөздік қоры жақсы, грамматика жақсы, тек
тақырыптан бұрылып кетеді, өздері байқамай қалады, сосын бірге тексеріп отқанда айтады, мына жағын былайша жүріппін. Оның қателіктерін бірақ барлығын түзетуге болады, және осы қателіктерді болдыртпасақ, онда 7,5 одан да жоғары балды жинауға болады. IELTS-ты тапсыруға жоспарлап жүрген болсаңыз және дайындық курстарын іздеп жүрген болсаңыз, онда менімен байланысыңыз. Мен топтық және жеке курстар жүргіземін. Курста барлық секцияларды түгел қамтып дайындалып шығамыз. Курсты өте жеңіл, оңай тілмен түсіндіремін, өзімнің стилімде. Сол үшін қиын, тапсырмалардың өздері қиын болып көрінбейді. Жазбаша бөлімді өз бетімен дайындалу қиын, негізі сол үшін тексеретін, бағыт-бағдар беріп отыратын адам керек. Сондықтан, егер көмек қажет болса, онда маған жазыңыз. Бүгінге осы видео пайдалы болды деп ойлаймын. IELTS дайындықтарыңызға сәттілік тілеймін және қалаған балыңыздан да жоғары балл алуыңызды тілеймін. Келесі видеоларда кездескенше, бай!